Сәлем менің құрметті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін уызды қалай қатыру жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Өте оңай әдіс, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Осындай түрі әдемі, аппетитный болып шығады. Ең алдымен темір ыдысымызға ащы уызымызды құйып аламыз. Яғни бұл алғашқы күндері, бірінші, екінші күндері сауылған уызымыз. Оның үстінен бір шай қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және де екі тасымызды алып, жақсылап жуып аламыз, уызымызға саламыз. Бұл тас тез қатыру үшін. Енді кастрөлімізге суымызды құямыз және уызымызды орналастырамыз. Газымызға қойып, қайнағаннан соң астын жай қойып, 2 сағатқа қалдырамыз. Осылай қайнаған кезінде беті қатады. Сол кезде жай басып қоямыз. Осылай пышағымыздың көмегімен көреміз. 2 сағат өтті, осылай жан-жағы қатады. 2 сағаттан соң өшіріп, суытып аламыз сол суда. Және алғаннан соң 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз, достар. Осымен біздің уызымыз дайын. Қараңыздар, достар. Өте керемет болып, сыр сияқты болып шығып тұр. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, достар, өте керемет болып шықты. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.